Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін біз осы видеороликта сіздермен дофамин гормоны туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы мынау біздің миымыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, гипоталамус деген бізде бір без бар. Мына жерде орналасқан. Примерно осы жерлерде орналасқан. Именно осы без бізде немесе мидың отделы дофамин деген сияқты гормондарды бөледі. Және контролына да осы именно без қарап отырады, былай айтқан кезде. Енді қалай біз дофамин гормон арқылы өзіміздің өмірімізді өзгерте аламыз, қалай біз өзімізді 100 есе, 100% немесе 100%-ға немесе 360 градусқа қалай өзгерте аламыз айналамызда болып жатқан заттарды. Бұны істеуге болады, егерде мидың биохимиясын білетін болсақ, мидылардың рецепторын, гангрияларын, қалай жұмыс жасайды нейрондар деген сияқты. Жалпы бүгінгі видео басқа мен видеоларымнан қараған кезде кішкене бөлекше болады, өйткені каналымда жаңа темаларды қосып жатырмын. Соның бірі осы дофаминовая яма, орысшадан айтқан кезде немесе қазақшадан айтқан кезде дофамин жаңағы несінен қалай құтыламыз, үңгірінен деп айтамын. Дофаминнің жаңағындай жаманшылығынан немесе дофаминнің ямасын қалай болады қазақша? Шұңқыры болатын шығар. Дофамин шұңқырынан қалай құтыламыз жалпы? Енді қараңыздар, жалпы дофамин туралы айтып кетейін. Не ол дофамин дегеніміз? Ол біздің көңіл күйімізден бастап жеп жатқан тағамымызға дейін белсенді түрде қолданылып отыратын гормонның бірі екен, отыратын деген сол. Жалпы бұл гормонды уровенен егерде, мысалға былай ойлап қарайықшы, міне. Қазір қалай айтсам. Жарайды. Міне жарайды, осы немен көрсетейін сіздерге. Мысалға, делік мына жерде примерно 500 миллилитр су бар деп ойлап қараңыздар. Мынау түнкенің ішінде 500 миллилитр су бар. Енді қараңыз, ойлап қараңыз, адам ағзасына және әр адамға күнделікті түрде ұйықтаған кезде именно осы дофаминовая система ұйқының арқасында өзінің энергиясына еніп уровень нормаға келтіреді ұйықтаған кезде. Азанда оянған кезде сол себепті ең басты заттың бірі ол дұрыс ұйқы болу керек та, сіздерде дұрыс ұйқы. Егер дұрыс ұйқы болмайтын болса, дофаминовый системаңыз бұзылады. Ұйқылаңыз дұрыс болмайды ма, бұл настроение да кетеді, тамақтануыңыз да жаман болады, тамақ сіңбей қалады сізге деген сияқты. Жалпы көптеген нарушениялар басталады сол себепті. Жалпы адам баласы ұйықтаған кезде, түнде, азанда оянған кезде сізге осыншалықты ғана осы дофаминнан 500 миллилитр дофаминнан көп, мен образын айтып жатырмын түсінікті болу үшін, қазір именно осынша деп ойлап қалмаңыздар. Осыншама дофамин сізге беріледі оянған кезде. Енді осы дофаминді сіздер күнделікті түрде кешке дейін қолданасыздар. Егерден тез бітіріп, тез қолданып тастасаңыз, ішіп тастасаңыз дофаминіңізді, онда біткеннен кейін не болады? Бізде уже өмірге деген қызығушылық кетіп қалады, өмір сүргілеріңіз келмей қалады, былай айтқан кезде. Бүткіл затқа желание жоқ, түк істегің келмейді, ештеме, қолынан ештеме келмейді, ештеме жасағың да келмейді. Азынан кешке шейін жата бергің келеді, ұйқың келеді деген сияқты. Сол себепті дофаминовый системаны дұрыс қолдану керек екенбіз. Енді қалай дұрыс қолданамыз? Бірінші правило немесе бірінші закон деп айтсақ та болады, ол оянғаннан кейін еш уақытта қолыңызға телефонды алмаңыз. Телефонды алып, почтаны қарап, тиктокқа кіріп, инстаграмға кіріп, ютубқа кірмеңіз оянғаннан кейін. Таңғы уақытта ең жақсысы не? Дофамин системасын ретке келтіретін, жалпы мына жерде медицинский статья Хуберман Лаб деп аталады. Именно осы Хуберман Лабның ішінде дофаминовый ямадан қалай шығуға болады, дофаминді қалай реттейміз, қандай заттар осы біздің системамызды, дофамин деген системаны орнына келтіреді, соның барлығы жазылған да. Енді бұл жерде не жазылған мысалға,
Бұл жерде жазылған оянғаннан кейін 10 минут болсын далада жүрген адам ағзасына пайдалы екен. Именно гормондарға. Мынау күн сәулесі азанда түсіп жатады ғой. Сол күн сәулесіне қарап, таза ауамен демалып, кішкене далаға шығып жүру керек екен. Сол кезде сіздің гормондарыңыз сізге рахмет айтады. Сол кезде осының барлық система дұрыс жұмыс жасап бастайды екен. Егер күн жоқ кезде, пасмурно болып тұрды ма, немесе жаңбыр жауып тұр ма, күн жоқ, мысалға, бұлтты болып тұр. Ондай кезде минимум 20 минут немесе жарты сағат болсын шығу керек екенсіздер. Солай көшеде немесе далада жүрсеңіздер, серуендесеңіздер, жалпы таза ауада. Онда мынау біздің көзімізде рецепторлар бар, көзімізде зрачоктар бар, преломление света деген зат, информация, свет, мынау біздің күн сәулесі немесе жарық, қалай келет, көзімізден кіреді ары қарай, біздің миымызға рецептор нейрондар арқылы не жібереді, импульстар жібереді. Вот сол импульстар біздің гормональный фонды ретке келтіруге көмектеседі. Егер азаннан кешке шейін помещениеде отыратын болсаңыз, далаға шықпайсыз, үйдесіз, үйден тамақ жейсіз, бір коробкадасыз, дұрыс па? Үй деген коробка секілді, төрт бұрышты ғой. Одан шығасыз, екінші коробкаға отырасыз, қайқа отырдыңыз, машина, ол да коробка, төрт бұрышты. Оның ішінде изолированный болып отырасыз, істедіңіз, бардыңыз жұмысыңызға, тоже коробканың ішіне кірдіңіз. Осындай адам 80% осылай өмір сүреді, коробкадан коробкаға. Бұл біздің табиғи перестройканы, табиғи біздің гормональды фонға өте қатты әсер етеді екен, қазір дәлелденіп жатыр да, ол заттарды енді шығып жатыр. Сол себепті не істеу керек? 5 минут болсын, жарты сағаттың арасында серуендеу күнделікті түрде болу керек екен. Жалпы бұл дофамин туралы түсінікті бердім сіздерге. Енді екіншісі, дофамин неге көмектеседі бізге? Дофамин бізге бір мақсатты орындаған кезде, немесе үлкен мақсатқа қол жеткізген кезде дофамин қатты бөлінеді. Ол гормон счастья. Сіздер қуанасыздар. Мысалға, машинаңыз жоқ болып жүрдіңіз, қиналып, ақша жинадыңыз, машина сатып алдыңыз. Не болды? Дофамин өсті сізде. Ағзаңызға лақтырылды дофамин. Сіз бақыттысыз қазір, бірақ кішкене уақыт өткеннен кейін, мысалға, 1-2 айдан кейін уже машина қызық емес болып қалуы мүмкін. Соң қайтадан депрессияға түсіп кетуіңіз мүмкін. Тағы да жүресіз, мысалы, квартира сатып алдыңыз. Қайтадан көтерілді дофамин. Бұл дұрыс дофаминді жұмсап жатыр деген сөзді білдіреді. Егер сіз машина алып жатсаңыз, бір жетістікке жетіп жатсаңыз, мысалға, үй алып жатсаңыз, немесе бір бизнеста, карьерный лестницадан көтерілдіңіз, мысалға, ол жақсы емес пе? Жақсы. Немесе бір бизнес аштыңыз, бірдемен дамыттыңыз, кітап жаздыңыз деген сияқты. Осының барлығы дұрыс дофаминді қолданудағы, дұрыс дофамин қолданып жатыр деген затты білдіреді. Ал егер де бұл дофаминді сіз мысалға машинаға, квартираға, немесе бизнесіңізге ақша құюдың орнына сіз өз дофаминіңізді соткадан Instagram қарауға, YouTube қарауға, құрдан құр уақытыңызды өткізіп жүруге, немесе достарыңызбен барып қайта-қайта уақытыңыздың бәрін ысырапқа кетіре беретін болсаңыз, не болады? Онда бұл жерде сіздің дофаминовый системаңыз сізге емес, сіздің ләззаттарыңызға 5 секундтық, 10 секундтық, какой-то бір 15 минуттық немесе сондай бір ләззаттарға ғана кетіп қалады. Осылай жабылып кетеді. Сонымен сізде түк қалмай қалады. Сол себепті кішкентай болсын дофамин системасын, өзіңіздің дофаминіңізді босқа кетірмеңіз. Ол дофаминіңізді алыңыз да өзіңіздің мақсаттарыңызға қолданыңыз. Негізінде бұрынғы заманда гаджет деген заттар болмаған. Бұрынғы заманда интернет болмаған. Адамдар қалай мақсаттарына қол жеткізген? Олар үлкен мақсаттар қойған алдыдан, соған жүріп жеткенде, мысалға, сол жету салдарынан олар үлкен дофамин өзінің гормон счастья ретінде, мысалға, өте жақсы көңіл күймен жүрген былай айтқан кезде. Қазіргі таңда көптеген дофаминді бұзатын тамақтан бастап, фастфудтың өзі, мысалға, қатты дофамин системасына әсер етеді. Неше түрлі көзбен көретін фильмдар дофаминға әсер етеді қатты.
одан бөлек неше түрлі музыкалар бар деген сияқты. Жалпы осы. Енді не түсінеміз? Дофамин шұңқырынан қалай шығу қажет бізге, осыны айтып кетейік. Оп-оңай дофамин шұңқырынан, егер зависимость болатын болса сізде, азынан кешке шейін жаңағындай короткий дофамин тудыратын, мысалға жаңағындай сотка секілді, TikTok, Instagram, YouTube деген сияқты, бұдан басқа фастфуд, тағы басқа осыларға құрта бермей, дофаминіңізді үлкен мақсаттарға жұмсаңыздар. Сол кезде дофамин шұңқырынан шығасыздар. Оның шұңқырына шығуға көмектесетін заттар ол тренировка. 15 минут болсын жүріңіздер, немесе жүгіріңіздер, упражнение жасаңыздар, осанкаларыңызбен жұмыс жасаңыздар. Жүрген кезде түзу жүру керек та, негізі адам боласыз. Мышцаларыңызды укреплять етіңіздер. Дұрыс тамақтаныңыздар. Душқа түсіңіз, контрастный душ қабылдаңыз. Ыстық сумен тастай суды чередовать етіп қолдансаңыз болады да. Контрастты душ ол бізде дофамин системасын орнына келтіре көмектеседі. Серуендеу таза ауада дофамин системасын орнына келтіре көмектесетін бір зат. Осының барлығын жасайтын болсаңыз, дофамин ямасынан шығасыз. Содан кейін күн сәулесі туралы айттым, төртіншісі, күн сәулесі өте маңызды зат екен. Сол себепті көбірек күнменен далаға шығып, күн шуағының астында жүріңіздер деген сияқты. Содан кейін жалпы осы, міне көріп тұрғандарыңыздай, мына система бізде, мына жерде гипоталамус деген бізде тело бар, ненің ішінде, миымыздың. Сол бізде именно дофаминді реттейтін, гормонды бәрін реттейтін осы екен, гипоталамус. Сол себепті біздердің қазіргі жасап жатқан заттарымыз сіздің болашақтарыңызға, немесе сіз қазір не жасап жатсыз, сол зат алдыңыздан шығады болашақта. Сол себепті қазір дұрыс заттарды жасайтын болсаңыздар, оның барлығы сізге болашақта өзінің үлесін қосады, сізге көмектеседі. Егер қазір дұрыс емес заттар жасап жүрген болсаңыз, мысалға уақытыңыз құрдан құр жіберіп деген сияқты, онда ол сіздің болашағыңызда үлкен проблемдерге алып келеді. Сол себепті қазірден бастап қолға алу керек, барлық затты қолыңыздан келгенше тырысып жасау керек. Жалпы осы айтқым келгені, описанияға қалдырып кетемін барлық статьяларды. Жалпы сол туралы оқып шықсаңыздар болады, толығырақ. Мен әшейін бір жағасын ғана айттым, айтқан кезде дофамин туралы. Жалпы айтқым келгені осы. Егер осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк комментарий кетіңіз. Сіздермен дәрігер Бағдат Сейітқазыұлы, келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.